Мен қазір төркініме баратырмын да. Бүгін менің папамның туған күні. Енді мына кісіге бар десем, как всегда, өтірік сылтау, өтірік шаруалар шығып қалады сондай. Сендердің күйеулерің де сондай ма? Күйеуге тигеніме менің 4 жылдан кетті, почти 5 жыл болады да, 2026-та. Вообще менің әке-шешемнің үйіне бармайды. Туған күн болсын, қонақтық болсын, всегда қашып жүреді ғой, всегда. Қашпаймын, шаруалармен жүремін, кетші. Жалпы екі жақты тең ұстау керек қой. Біз оның үйінде жүреміз, әке-шешесін енді как іштек күндегідей не істеп жүреміз. Тумаластарын қонақтыққа шақырса барамыз, қалмайды. Мына кісі өмірі бармайды. Мен төркінім тойға шақырса, мені ешкім шақырған жоқ, маған ешкім шақырып келіп жіберген жоқ дейді. Бұған сонда WhatsApp-ына или хабарласып отдельно шақырту керек екен да. Енді мен қайдан білейін мен шақырған? Енді қазір общий группаларға жібереді ғой. Мен группада жоқпын ғой даже. Енді маған жіберіп тұр ғой группаға. Сен де шақырған. Сен группада барсың, значит сен шақырып, мен шақырған жоқ. Неге шақырған жоқ? Әне кетті өтірік қаңғып. Бүгін менің әкем туған күні. Айтпашы, әкең туған құтты болсын. Даже менің әкем номер жоқ мынада. Үйленгенімізге 4 жыл. Мен папам номер жоқ бұда. Ал не дейсіңдер ал? Осы ма? Екі жаққа бірдей қарау дейтін? Бірдей қара деп айтқан жоқпын. Қарамай ақ қой бірдей. Ойбай.